Бұл ерекше басқа тағатын құрылғы Қытайдың білім беру саласында жасанды интеллекті қолдану экспериментінің бір бөлігі. Бұл құрылғылар оқушылардың сабаққа зейінін өлшейді. Қызыл түс оқушы зейінді екенін, көк түс алаңдағанын, ал ақ түс желде емес екенін білдіреді. Құрылғы үш электродпен жабдықталған. Екеуі құлақтың артында, ал біреуі маңдайда орналасқан. Олар оқушының нейрондық белсенділігі туралы деректер жинап, мұғалімге компьютерде көрінетін есеп дайындайды. Бұл есепті ата-аналарға да жіберуге болады. Осылайша олар балалардың үлгерімін бақылап отыра алады. Сипаттамаға сәйкес, құрылғы электронды миды сканерлеуге ұқсас жұмыс істейді, бірақ ықшам форматта. Әзірше ол эксперименттік кезеңде болса да, технология оқушылардың зейінін арттыруға және оқу тиімділігін жақсартуға көмектесіп жатқанын хабарлайды.